5 жылдың айналасында супермаркеттер желісінің иесі атанады. Күндердің күні бизнесін сақтандыру үшін агенттікке келеді. Ал сақтандыру агенті тиімді ұсыныстар болса, жіберіп отырамыз деген желеумен оның email поштасын сұрайды. Ал ол болса, бұрынғы жауабын қайталайды. Менде email поштасы да, компьютерда жоқ дейді. Таңғаларлық деп сақтандырушы басын шайқайды. Сондай үлкен кәсібіңіз бола тұра, жеке компьютеріңіз жоқ. Егер сізде компьютер болса, қандай нәрселерге қол жеткізер едіңіз деп таңданысын жасырмайды. Сол кезде әлгі адам, онда мен Microsoft компаниясының жай ғана аула сыпырушысы болар едім деп жауап қайтарады. Осыдан шығатын түйін, егер қолыңызда бір зат болмаса, бәлкім оның сізге керегі де жоқ шығар.